Бүгінгі түс жору шығарылымда түсіндегі ақ көйлек оның көптеген белгілері бар, және олардың көпшілігі жақсылықпен түсіндіріледі. Бірақ әр аянның өзіндік түсіндірмесі бар, және ең дәл түсіндіру армандаушы түсінде куә болған оқиғаларға сәйкес. Бұл түс тыныштықты, бақыт пен Алладан қорқатын таза жүрекпен, ар-ожданды білдіреді. Өйткені ол басқалардың сезімімен санасады, оларды ренжітпейді, қысым көрсетпейді, сондай-ақ жақсы амалдар жасап, бұзақылықтан аулақ болады. Түс сонымен қатар бас тартуды білдіреді. Істеген күнәлар мен тыйымдарын жасау, және Раббысына тапсырып, қайта оралуды қалау, тәубе ету және кешірім мен мейірім сұрау. Ақ көйлектің түсіндірмесі, байлық пен ақша, оның көмегімен армандаушы өз мақсаттарының көпшілігіне жетеді. Бұл арман алдағы уақыттардың қуанышқа, оқиғаларға және қуанышты жаңалықтарға толы болатыны түсіндіріледі. Олар армандаушының өмірінде толығымен көрініс табады. Өте позитивті түрде, бұл оны қысқа уақыт ішінде көптеген амбицияларға қол жеткізуге мәжбүр етеді. Түс армандаушының шешім қабылдауда ерекше даналықпен әрекет ететінін көрсетеді, сонымен қатар жақсы жағдайларды білдіреді. Бұл түс ежелден барлық жылқыларға белгілі римдік, фараондық және басқа өркениеттер, өйткені бұл түс оптимизмді көрсетеді. Ал ересек адамның бұл арманға деген көзқарасы оның жұмысында және әлеуметтік өмірінде өмір сүретін психологиялық тыныштықтың дәлелі болып табылады. Өйткені ол ақылды және ақылды ойлайтын өте тұрақты адам. Әдейі және дер кезінде тиісті шешімдерді қабылдайды. Бұл түсінде науқас адамды көру, жақын арада барлық аурулардан айығудың белгісі, сонымен қатар ақыл мен дененің барлық зияннан қауіпсіздігі. Ал ақ көйлектің белгілері той көйлегі болғандықтан көп сол сияқты, қажы киетін киімде, ол да кебін болып табылады, өйткені ол мәселелерге сілтеме жасайды. Бұл сізді бақытты және ризық етеді, шаршау мен қиыншылықтан кейінгі тыныш өмір. Түс армандаушының жұмыстан алатын демалысын білдіреді, және психологиялық тыныштықты көрсететін ең маңызды киімдердің бірі шалбар. Бұл түс жақсы белгі болып саналады, өйткені ол армандаушының сезімі мен күйінің көрінісі болып табылады. Сондай-ақ оған тән жақсы адамгершілік пен пәктік, дұрыс іс-әрекет пен жақсы беделді білдіреді, болушының белгісі. Сау және тәуелсіз, және заттарды өз орындарына қоюға қабілетті. Түс сонымен қатар жаңа жұмыс табуды білдіреді. Оның киімінің түсін бастапқы түсінен өзгертіп, оларды ақ етіп жасау, кедергілер мен дағдарыстардың дәлелі, бірақ ол оларды жеңе алады және ақ көйлек немесе юбка киіп жүр. Егер ол неке жасында болса, некенің белгісі, егер ол басқаша болса, онда ол оқу озаттығын білдіреді. Ал егер киім ілулі болса, онда бұл оны білетін әрбір адам арасында жақсы беделдің дәлелі. Тұрмысқа шыққан әйелге ақ көйлек киген түс көру бұл әйелдің өмір сүретін және өз міндеттерін толық атқаратын жақсылыққа, күнкөріске, бақыт пен тұрақтылыққа нұсқайды, оның өлетінін немесе күйеуінің өмірін жоғалтуын білдіреді. Ақ киім бұл жақсы нәрселердің белгісі және ол академиялық деңгейде болсын, жұмыс деңгейінде болсын, ұзақ уақыт бойы күш-жігер мен қиындықтардан кейін барлық мақсаттарына қол жеткізеді, бірақ оның шыдамдылығының сыйы үлкен болады. Ұзын, кең ақ киім оны өмірінде де, өлімінде де жабуының көрсеткіші, өйткені бұл оның тазалығы мен пәктігінің белгісі. Егер бұл киім таза болмаса, онда бұл оларды басқаратын дағдарыстар, азаптар мен азаптардың дәлелі. Оның лас ақ киімдерін тазалап жатқанын көру оның барлық уайымдары мен қиыншылықтарының тез бітетініне, және өзін бақытты сезінетініне дәлел. Түс Алланың үйіне қасиетті қажылық немесе умра деп түсіндірілді. Бірақ егер ол тазалайтын киім кию үшін болса, бұл арман жүктілік кезеңінің қиын болмайтынын, ауырмайтынын, денсаулығының өте жақсы болатынын, және оның туылуының өзгермейтінін, бірақ оның және баласының аман есен өтуін, сондай-ақ көруді білдіреді. Киген кезде түсінде үйлену көйлегі келесі ұрықтың әйел екеніне дәлел. Өйткені түсі өзінің және оның ұрығының босану кезінде және босанғаннан кейін барлық уақытта Құдайдың қамқорлығында және қорғауында екенін білдіреді. Ақ киімнің келесі баласы ұл болғаны, ал оның күйеуінің Алланы өте жақсы білетін салихалы адам екені. Бұл арман алдағы жақсылыққа нұсқайды. Бұл жақсылық жаңа жұмыс немесе үйлену жобасы болсын. Сонымен қатар оның дұрыс жолды ұстанғанының діндарлығы мен жақсы ақылақтығының дәлелі және студенттің бұл арманға деген көзқарасы, әсіресе оқуда болса. Орта білімде бұл оның жоғары балл алатынының дәлелі, ол өзі қалаған және біраз уақыт іздеген колледжге түсе алатынын білдіреді. Ал жалғызбасты жас жігіт үшін бұл арман оның болашақ әйелі салихалы әйел болатынын көрсетеді. Аллаға иман келтіріп, ізгі амалдар жасап, құқықтары мен міндеттерін білетін адам.
Бұл түс әйелі екеуінің арасындағы барлық келіспеушіліктерден арылып, одан кейін онымен бірге тыныш және тұрақты өмір сүретінін білдіреді. Оның көне үйге баруы жақын және бұл пайымда ризықтың көп келетінін көрсетеді. Және жақсы жаққа өзгереді. Мысалы, қиын жағдайдан кейін жеңілдік және материалдық жағдайдың жақсаруы бұл бүкіл отбасының өмірінің бағытын өзгертеді. Марқұмның ақ көйлек кигенін көру оның бақытты екенін білдіреді. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл түсті жақсы көріп, оның жәннат тұрғындарының киімінің түсі екенін айтқан, өйткені ол шыншыл және сенімді адамдарға айтқан. Хадиджа ханым, оған Алла разы болсын, түсінде Уарақа бин Нафәлдің, оған Алла разы болсын, қайтыс болғаннан кейін ақ киім киіп жүргенін көргенін айтқан құрметті хадис. Сондықтан Алла елшісінің, Алланың оған сәлемі мен сәлемі болсын, егер ол тозақтықтардың арасында болса, ақ киінбеседі деген. Алла елшісі, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, иман келтірді, және бұл түс өлген адамның жоғары дәрежеде болуы, және оның қабірінде азапталмағаны, және оның жәннатта болуы мүмкін, және оның жәннаттағы дәрежесі жоғары болуы мүмкін. Бұл түсінде ауруға шалдыққан адамды көру одан айығып, қалыпты өміріне қайта оралып, шаршаған кезде жіберіп алған барлық нәрселерін орындап, мақсаттарына жету үшін көп күш салатынның белгісі. Бұл арман түс көрушінің айналасында онымен жақсы қарым-қатынаста болғандықтан, жасырған нәрселерінің керісінше көрсететін алдамшылар тобының қоршалғанын көрсетеді. Бірақ олар оған бақытсыздықты жоспарлайды, сондықтан ол басқалармен қарым-қатынаста абай болу керек. Бұл түс оның отбасымен біраз уақыттан бері қиналып жүрген кикілжіңнің біткенін білдіреді. Сонымен қатар оның жақсы өмір сүретініне, адалдығы мен еңбегінің арқасында жоғары лауазымға ие болатынына да нұсқайды. Жалғыз басты жас жігіт үшін бұл арман өзін және үйін күтіп баптайтын, және балаларына жақсы тәрбие беретін әдепті қызға үйленетінін білдіреді. Бұл түс армандаушының мол жақсылығын білдіреді. Егер көріпкел студент болса, онда ол жоғары бағалады. Ал егер ол жұмыс иесі болса, онда ол көтеріліп, үлкен байлықтың иесі болады. Ал егер армандаушы кейбір қиындықтардан зардап шегеді, олар аяқталады, және ол келесі өмірінде жайлылық пен тұрақтылыққа ие болады. Осымен бүгінгі түс шору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс шору шығарылымдарда кездескенше.